Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қазіргі таңда діни радикалды топтардың құрығына тыйым салу, тосқауыл болу мақсатында түрлі бейбіт шаралар қолға алынуда. Мақсат азаматтарды азғындыққа баруына жол бермеу. Олардың арасында басымдық беретін бөлік жастар жағы. Осы мақсатта аудандық мәдениет үйінде құрық спектаклі қойылды. Түркістан облыстық дін істері басқармасының тапсырмасына сәйкес сарыағаштық жастарға қойылым қойып келген театр ұжымы дүниенің соңынан қуған отбасының халін сомдады. Сценарий бойынша жас жігіт намаз оқып өмірдің мәнін діннен тапқысы келеді. Алайда анасы қарсылық жасап, қалтасы қалың болып көрінген досына ілестіреді. Бірақ та оның радикалды топтарға қол шоқпар болу арқылы жақсы өмір сүретінен бейхабар. Адам ренжиді. Мына маңдайды сәждеге тигізбей өту керек па? Құрық атты пьеса желісінде қойып отырмыз. Жалпы бұл қойылымның әлеуметтік тапсырушысы Түркістан облыстық дін істері басқармасы болып табылады. Біз облысымызда 20 аудан қалаларымызда қойып жатқан жайымыз бар. Жалпы халық жақсы қабылдауда. Өздеріңіз де көріп өткендей, жастарымыз шынайы екендігіне көріп, көздері жетіп, шынымен осы қазіргі таңда өзекті мәселе болып тұр ғой, дінде адасушылық, сол нәрселердің бәрін айтып жатырмыз. Сонымен қатар біздің теолог мамандарымыз да өздерінің ойын білдіріп жатыр осы жөнінде. Қойылым жалғасында оқиға желісі өзгеріп, теріс діни пікірдегі азамат құрықталады. Ал бұл жайтқа куә болған анасы пұшайман күй кешеді. Көріністі тамашалаған көрермендер жоғары баға берді. Қойылым өте жақсы. Бүгінгі өзекті мәселелер тақырыбына байланысты қойылым қойылды деп ойлаймын. Осы жастардың тәрбиесіне алдағы уақытта жоспарланған жұмыстарына өте пайдалы деп ойлаймын. Бүгінгі спектакль өте күшті болып шықты. Актерлерді бәрі де керемет, барлығы шынайы болып шықты. Бүгінгі спектакль жастарға деген тәрбиесі өте керемет болды. Барлығы ойдағыдай күшті болып шықты. Театр ұжымының қоржынында мұнан бөлек осыған ұқсас басқа да қойылымдар бар екен. Облыс аумағында өзбек ұлтының өкілдері көп болғандықтан өзбек тілінде де кейіпкерлерді сөйлетуді жоспарлап отырмыз дейді ұжым жетекшісі. Мейірхан Бақытжанұлы, Сағындық Асылбек, Сәтел арнасының жаңалықтар қызметі.